Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі мощный, сочный болып шығатын ұйғыр халқының мантысын жасайтын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыры да ішіндегі масалығы да әдемі болып шыққан. Және де міне көріп тұрғандарыңыздай суы ағып әдемі болып тұр. Ол үшін ең алдымен қамыр жасаудан бастайтын боламыз. Және осылай ұнымыздың үстінен жұмыртқамызды, суымызды және де тұзымызды салып, қатты қамыр жасайтын боламыз. Қамырым қатты болып қалатын болды деп ойланбаңыз, өйткені қамыр тұрған сайын жұмсаратын болады. Міне видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды міндетті түрде 1,5-2 сағат алдын жақсылап иле осылай тұндырып қоятын боламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей қатты қамыр жасайтын боламыз. Және де бұны 30 минутқа, 20 минутқа осылай тұндыратын боламыз. Және де әр 20 минут сайын міндетті түрде қайта илеп тұратын боламыз. Сол кезде қамырымыз жылтыр әрі бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Кейінгі кезекте құрамына керекті масалықтарын турайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша тек қана етпен құйрық және де пияз қоссаңыздар ғана болады. Біздің үйде көбісі негізі құйрықты онша ұнатпайтын болғандықтан көп қосқан жоқпын. Және менде оның орнына көбірек болсын деп картошка қостым. Картошка әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша міндетті түрде картошка қосу керек емес. Бұл жерде негізгі құрамында ет және де пияз және де құйрық май болады. Не осылай видеода көрсетілгендей етіп турап дайындап алатын боламыз. Міне барлығын турап дайындап алдық. Ендігі кезек дәміне қарай қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Кинза және зира осылай үгітіп қосып жібереміз. Және етіңіздің тұзына байланысты тұз қоссаңыздар болады. Егер етіңіз тұз алған болатын болса, онда тұзды аз мөлшерде қосыңыздар. Қатты ащы болып кетпеу керек. Не құйрықты үлкен 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Негізінде бізде құйрық майда онша бүйтіп негізі ұната бермейтін болғандықтан аз ғана осылай майда етіп турап қосып жібердім. Не енді жақсылап араластыратын боламыз. Міне қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай әдемі жылтыр бір тегіс болып тұр. Ендігі кезек барлық қамырларды осылай майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Таразыңыз болса, барлығын 20 граммнан өлшеп бөліп алсаңыздар болады. Немесе көз мөлшермен бөле беріңіздер. Міне осылай кішкене ғана осындай зуалар жасайтын боламыз. Осындай майда бөліктерге бөліп алатын боламыз.
Барлығын осылай ұнға аунатып отырып жаятын боламыз. Ұнын көбірек сеуе берсеңіздер болады. Барлығын жайып болғанша ұны кішкене азайып, қамыр бір-біріне жабысып қалмау керек. Жан-жанын барлығын жұқа етіп жаясыздар. Міне барлық қамырларымызды жайып дайындап алдық. Ендігі кезекте ішіне салмасын салып түйетін боламыз. Осы кезде газымызға суымызды қойып дайындап қоятын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп осылай домалақтап жіберіп қамырымызға салып түйетін боламыз. Түйілу жолы оңай. Міне видеода көрсетілгендей етіп жасай берсеңіздер болады. Міне барлық манталарымызды түйіп дайындап алдық. Енді кезекте осылай листтарымызға жайғастыратын боламыз. Листіміздің астын міндетті түрде бірінші майлап аламыз, және де әрбір мантаны қойған кезде арасын осылай ашықтау етіп қоятын боламыз. Менде бұл жердегі масалығымнан ровно 40 штук манты шықты. Міне осымен асымыз дайын, құрметті көрермендер. Міне езілмей әдемі болып шыққан, жарылмайды. Құрметті достар, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздар листқа да жабыспай, өте әдемі және бір тегіс болып шығады. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде менің әр шыққан видеоларымды жоғалтып алмайтын боласыздар.